Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода шиенің адам денсаулығына пайдалы қасиеттері мен зияны туралы айтатын боламын. Видеоны көрмес бұрын каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Шиенің денсаулыққа пайдасы мен зиянын зерттеушілер ұзақ уақыт зерттеп келді. Бұл дәмді жидек көптеген ауруларды емдеуге және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Денсаулықты жақсарту үшін жазда жидектер мен жемістерді көбірек жеу керек. Қыстың басталуы мен адам ағзасында дәрумендер мен минералдар қажет. Шие ағасын барлық бақшаларда кездестіруге болады. Шиенің қақырық түсіретін әсері бар, қызуды түсіретін әсері бар. Іш қатуды жеңілдетуге көмектеседі. Иммундық жүйені нығайтады. Онкологиялық ауруларды емдейді. Қабынуға қарсы әсері бар. Шие жоғары қан қысымын төмендетеді. Қан тамырларының қабырғаларын нығайтады. Құрамында темір мен магний көп болғандықтан жемістерді анемиямен ауыратын адамдар көп жейді. Шиенің құрамында бүйрек пен бауырдың жұмысын қалпына келтіруге көмектесетін хлороген қышқылы бар. Артрит кезінде шие шырынын аз мөлшерде сүтке араластырып ішсе, буындарды қалыпқа келтіруге көмектеседі. Шиені үнемі жеп отырсақ, көздің көруін күшейтеді. Шиенің ағзаға тигізетін негізгі әсері иммундық тұрақтылықты арттыру. Егер сіз үнемі піскен жидектерді жеп отырсаңыз, қыста суық тию мен тұмау қорқынышы болмайды. Қыста ауырмас үшін жаз бойы жидектерді жеу керек. Ал суық мезгіл басталған кезде шие немесе жем қосылған шай тұмауға қарсы шара болады. Шие көптеген аурулармен күресуге көмектесетін минералдар мен микроэлементтерге бай. Шиенің рационға қосылуы организмдегі рак клеткаларының дамуын болдырмауға көмектеседі. Қант диабетімен ауыратын адамдарға шиені жеуге рұқсат етіледі. Оның құрамында басқа жидектерге қарағанда фруктоза мен глюкоза аз. Бірақ екінші типті қант диабетімен ауыратын адамдар үшін жидектерді көп мөлшерде жеуге кеңес берілмейді. Шие жемістері геморройдың жағымсыз белгілерін жояды. Геморрой үшін термиялық емдеуден кейін жемістер қолданылады. Бұл компоттар, жемісті сусындар немесе жем болуы мүмкін. Геморройдың негізгі проблемасы іш қату. Шиені үнемі тұтыну іш қатуды жояды және нәжісті қалыпқа келтіреді. Шие сондай-ақ геморройдан арылуға көмек береді. Шие жемістерін қолданудың тағы бір бағыты косметология. Шие негізіндегі маскалар шаш пен теріні нәрлейді және ылғалдандырады. Сондай-ақ мұндай маскалар ерте қартаюды жеңуге көмектеседі. Шие косметикалық жағдайға қалай қолданылады? Шие целлюлозасы мен ақуызын қамтитын маска безеулерге көмектеседі. Бірнеше шиені ұсақтаңыз, тасын алыңыз, ақуызды үлпілдек болғанша шайқаңыз және целлюлозамен араластырыңыз. 20-25 минут ішінде тазартылған терге жағыңыз. Ондай масканы салқын сумен жуыңыз. Сол масканы картоп крахмалымен дайындайды. Безеулердің тағы бір маскасы шие целлюлозасынан 10 мг, жаңа піскен апельсин шырынынан және 10 грамм. Барлығын мұқият араластырып, таза терге жағыңыз. 30 минуттан кейін жуып тастаңыз. Бас терісінің майлылығын азайту үшін шие шырынын картоп крахмалымен араластырып жағу керек. Бірнеше сағаттан кейін салқын сумен жуыңыз. Бұл маска аптасына 2-3 рет қайталанады. Шиені қандай адамдарға жеуге болмайды? Жемістерге аллергиясы бар адамдарға. Асқазанның бұзылуы мен, мысалы, жара немесе гастрит аурулары бар адамдарға. Қышқыл жидектер өкпенің өткір қабыну процестері бар адамдарға ұсынылмайды. Сондай-ақ шие шырыны тістің эмалына зиянын тигізеді. Сондықтан жемісті жегеннен кейін ауызды сумен шайған жөн.